Отбасымызбен ұзақ уақыт үйіміз болған соң пәтер жалдап тұратынбыз. Әрдайым әртүрлі пәтер, арзанын іздейтінбіз. 6 бала шаға, көп пәтер жалдаушылар балаларын көптеп келіспейтін. Сосын арзан пәтер таптық. 2 қабатты ескі үй. Есі түрмеде екен. 3 бөлмелі пәтер. Сол пәтерде 3 адам қайтыс болған екен. Аурасы өте ауыр болатын. Есіме түссе денем тітіркенеді. Мен 11-ші сынып оқып жүргенде қыздарға қызығып медресеге барып намаз оқуды үйреніп жүрдім. Қалай үйреніп оқып бастаған күннен мен түнде ұйықтай алмайтынмын. Әрдайым мама деп жылап мамаға баратынмын. Түн ішінде тұрып бәрін аластап шығатын. Жалғыз қалсам сол түрі қорқынышты бәле мені аңдып отыратын. Бұрышта бөлмеде, болмаса дәлізге айғайлап жүгіріп келіп мені қылқындыратын. Айғайлай алмай ұзақ уақыт қиналып жылап жататынмын. Сүрелерді оқып біткенше кетпей тұратын. Бисмиллахты көмектесе алмайтын. Соны не екенін әлі білмедім. Әруақ па, әлде жын ба, мүмкін шайтан шығар. Құдай сақтасын. Бұл 2013 жылдар еді. Менің жасөспірім шағымда 7-8 оқимын. Демалыс күндері нағашымның ауылында сенбі-жексенбі күндері баратынбыз. Сонда бір күні кешке қарай тамақ ішіп отырып әжем көршісі Катя деген келіншек қайтыс болғанын айтты. Сосын үйге қайтатын уақыт болды. Ол жексенбі күні болатын. Інім қайтыс болған кісінің көршісінің үйіндегі ұлдарын ойнататын. Сол үйге кетіп қалған. Ол үй барак үй болатын. Анам екеуміз ініме барып келейік деп сол үйге қайттық. Алдымызда Катя деген марқұм болған тәте шығып, мамамен амандасты. Сол мезетте біз оның қайтыс болғанын ұмытып кеттік. Жаңағы үйге кіріп інімді алып, үй иесіне жаңа үйден кім шықты деп сұрағанда, үйде бізден басқа ешкім жоқ деді. Біз қорқып кеттік. Анам менен жаңа шынымен сен де көрдің бе деді. Мен иә деп жауап бердім. Шынымен де сол марқұм кісі еді. Біз оны оқып жүргенде құрбым екеумізді сол қыздың кішкене сіңлісіне қараңдар деп үйге қалдырып кететін. Сосын еш алаңсыз өзіміз ойнап отырғанбыз. Бір кезде кішкентай бір қыз бұрышқа қарап ойнай бастады. Өзімен өзі. Ойыншығын біреуге беріп, ма, ал, ойнайық деп былдырлап, құр-қабырғаға қарап, ешкім жоқ, өзі ғана. Құрбым екеуміз шоқ. Жай ғана қарап отырмыз. Сосын бір кезде тағы да сөйлеп сыбырлап, самал былай тұр деп құрбымды итереді. Құрбым жарайды деп былай қалай жылжығанда, үстідегі қабырғада жіпке ілініп тұрған горшок гүл үзіліп жерге түсті. Тура құрбым отырған жерге. Сосын кішкентай қыз тағы да былдырлап, ата қой, ойыншық бермеймін деді бұрышқа қарап. Бір жаман шоқ болдық. Үлкендер келгенше коридорда екеуміз отырдық дірілдеп. Олар бұл жағдайды естіген соң тез үйге келді.